Есть. Айнұр бастай береміз. Маған қарап сөйлеңіз, камераға қарамайтыңыз. Бірінші өзіңізді таныстырып өтесіз. Одан кейін барып жаңағы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ғылымға деген көзқарасы, ойы, пайымы туралы өз жаңа зерттеулеріңізді еркін, барынша эмоциямен айтып берсеңіз. Мен аты жөнім Карибжанова Айнұр Оралқызы. Мен Торайғыров университеті. Отыра беріңіз. Ана ішінде түймесі болу керек. Мына жеріміз склад болды. Қазір ішінде түймесі бар, соны сала салайыншы. Шеше салыңыз онда. Шеш қойып, жоқ. Шеш. Осылай қалған дұрыс аудан қадамайық. Қағаз көрінбейді деп айттыңыздар ма сіздер? Қағаз көрінбесін, мен арасында қарап отырам. Қағазға қараған кезде әңгімеңізді тоқтатасыз да, айтып болғаннан кейін барып қарайсыз, сосын Маринаға қарайсыз да, сосын барып жалғастырасыз. Желательно қарамауға тырысыңыз, еркін сөйлей беріңіз, иә? Жарайды. Вот запись бар ғой, Бастап айтыңыз. Мен Карибжанова Айнұр Оралқызымын. Торайғыров университеті филология кафедрасының қауымдастырылған профессорымын. 2010 жылы Мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдер коннотациясы атты диссертациямды қорғаған болатынмын. Осы кезеңде мен Мәшһүр Жүсіп шығармашылығына ден қойып, оның 3 томдық таңдамалы шығармалар жинағын және 20 томдық шығармалар жинағынан өзімнің зерттеумен нысана болып табылатын фразеологизмдерді, тұрақты тіркестерді тердім. Осы кезеңде мен бірнеше сондай Мәшһүр Жүсіптің өзіндік тілдік ерекшеліктерін қарастырдым. Осы шығармалардың ішінде мен имандылық туралы айтқан, адамгершілік туралы, бақыт туралы, махаббат туралы, сосын жақсы адам мен жаман адам туралы айтқан шығармаларын кездестіріп, осындағы ойларына тәнті болдым. Әсіресе маған айтқандарының ішінен өте ұнағаны ғылым туралы пайымдаулары, өзіндік көзқарастары. Мәшһүр Жүсіптің ойынша осы ғылым ол имандылықпен тікелей байланысты деп санайды. Яғни ғылым кез келген адамды көркем мінезге тәрбиелейді деп айтады Мәшһүр Жүсіп. Себебі ғылымды игеру үшін, яғни адам осы ғылымға бет бұру үшін дейді, өзін әртүрлі нәрселерден, жаман мінездерден тежеу керек деп айтады. Яғни бойындағы жаман мінезді жою керек, жаман іс-әрекетті орындамау керек, қандай да бір жаман қадамға баспау керек деп айтады. Сол кезде адамға ғылым қонады дейді. Яғни осы ойларын қарап отырсақ, бұның барлығы да осы жаңағы имандылықтың негізгі алғы шарттары болып табылады. Өйткені жамандықтан бойын аулақ салу, ол осы имандылықтың алғашқы, адамгершіліктің алғашқы шарты деп ойлаймыз. Енді адам өмірін жаңағы дұрыстау үшін, қандай да бір қалыпқа келтіру үшін өзі білім мен ғылымға бой алдыру керек дегенді Мәшһүр Жүсіп айтады. Жалғыз Мәшһүр Жүсіп айтқан жоқ, осындай ағартушылық идеяларды өз кезегінде біздің небір ақын жазушыларымыз айтып өткен болатын. Бірақ Мәшһүр Жүсіптің де осы өз ойларында, ағартушылық ойларында да өзіндік ерекшеліктері болды. Сол жаңағы біздің сөзге, тілге тиек болып отырған ғылым туралы ойлары да осындай ағартушылық ойларынан туындайды. Мәшһүр Жүсіп айтады, не нәрсе парыз болса, ғылым парыз, ғылым білсең, өтелер қанша парыз деп атайды, қанша қарыз деп айтады. Енді осы жерде қарап отырсақ, оның жаңағы адамның өзінің басын тәуелсіз, әр нәрседен тәуелсіз ұстау үшін де осы ғылымға бет бұру керек дегенді айтады. Тыныштық керек болса бір жаныңа, өзіңді ғылым бірлән өнерге сал деп айтады Мәшһүр Жүсіп. Әртүрлі қылып пікір ойла сана, ғылым білім іздесең болдың дана дейді. Енді осы Мәшһүр Жүсіптің
ғылым адамның ой өрісін, оның жан жақтылығын дамытады деген ойларына бет бұратын болсақ, жаңа назар аударатын болсақ, Мәшһүр Жүсіпте мынандай сөз бар. Ғылым дейді, бұл аспандағы күн сәулесі дейді, әркімнің терезесіне қарай сәулесі түсетұғын дейді. Ғылым дейді, бұл ұшы қиыры жоқ теңіз дейді, дәрия дейді, әркімнің ыдысына қарай су толатұғын дейді. Сонда қарап отырсақ, бүкіл әлемге сәулесін таратып тұрған күнмен ғылымды салыстырады. Және де ұшы жоқ, түбі жоқ, қиыры жоқ, көз жетпейтін теңізбен де осы ғылымды салыстырады. Бірақ та дейді, әркімнің жаңағы терезесіне қарай сәулесі түсетұғын деп тұр ғой, сосын ыдысына қарай суы толатұғын деп тұр. Сонда осындағы ыдыс пен терезе деп тұрғанымыз, ол әр адамның санасы деп айтуымызға болады. Сол санасына қарай әркім өзінше ғылым білімді игереді, меңгереді дегенді Мәшһүр Жүсіп айтады. Бұл сол жаңағы өзіндік сондай бір ерекшеліктерінің бір қыры болып саналады. Сосын тағы да бір айта кететін жайт, жаңа ғылым әрбір адамды көркем мінезге тәрбиелейді дейді. Себебі көркем мінезге тәрбиелейді дегеніміз, кез келген ғылыммен айналысқан ғалым ол қандай да бір заңдылықтарды орындауы тиіс дегенді айтып өтеді. Сонда осы ғылым ол мінезді жөндейді, адамның мінезін жөндейді дегенді де айтады. Қандай кезеңде мінез бұзылады? Осы сұраққа ол өзінің шығармаларында сондай бір санамалап жауап беретін өзіндік бір ерекшеліктері бар ақынның. Сол санамалап жауап береді. Ол былай деп айтады: мінезді бұзатұғын, яғни ғылымды игеруге бөгет болатын нәрселер деп, мінез алдымен ашуланшақ болумен бұзылады дейді. Екіншіден, мінезді бұзатұғын бұл күншілдік деп айтады. Үшіншісі қырыс дүние дейді. Қырыс дүниеде отырғаны бұл жерде дүние қоңыздық. Яғни дүниеге махаббаты ауған адам ол ғылымнан аулақ жүргені дұрыс дейді. Ол бұндай адамның мінезі дұрыс деп санай алмаймыз дегенді айтады. Ондай адамның көзі соқыр, құлағы керең дегенді айтып өтеді. Сосын мінезі бұзғыштың бірі тәкаппарлық дегенді айтады. Сосын мінез бұзғыштың бірі нәпсі қойлық дейді. Мінез бұзғыштың бірі өтегендік, өрлік дейді. Мұндай мінез бұзғыштың бірі өтегендік, өрлік дейді. Бұларда жаңағы бас жағында айтып кеткен имандылықтың негізгі шарттары. Яғни осындай кері мінездерді жойған кезде адам ғылымға қарай бет бұрады дегенді айтады. Сосын Мәшһүр Жүсіп, сіздер білесіздер, көптеген фольклорлық туындыларды жинаған адам. Осы фольклорлық туындыларында да ол жаңағы кейіпкерлер арқылы да осы ғылымның ерекшеліктеріне мән береді. Оны жаңағы Хазірет Қалыға сұрақ қойған екен дейді. Ғылым артық па, мал артық па деген сұрақ қойылған екен. Әрине ғылым артық дейді. Ғылымды оқысаң, ол көбейе береді дейді. Малды жинасаң, малды жинауға болады, бірақ та бұл жерде адамның дүние қоңыздығы көбейе береді дейді. Егер ғылымға бет бұрсаң дейді, адамдар сені сыйлайтын болады дейді. Ал егер де сен байлыққа бет бұрсаң дейді, сені ішің надандыққа толып, адамдар сені күндей бастайды дейді. Тағы да бір ерекшелігі, ғылым көбейтсең көбейе береді дейді, ал мал азая береді дейді. Осындай жаңа ғылыммен, яғни мал деп отырған бұл жерде байлық қой, сонда дүние қоңыздыққа бой алдырмай, адам әрқашанда тәуелсіз болу үшін сол ғылымға қарай мойынсыну керек дегенді айтады. Бұл да жаңа біз сөз басында айтып кеткен имандылықтың негізгі шарты. Сонда қарап отырсақ, Мәшһүр Жүсіп осы имандылық пен ғылымды қатар қояды. Стоп,